Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін мен анимациялық қолмен жазатын видеоны қалай жасау керек екенін көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен Google-ға немесе Chrome-ға кіріп, осылай жазасыздар. Videoscribe скачать дейсіздер, одан кейін астында мындай шығады сіздерге. Міне, бізге керегі бұл екіншісі осылай whiteboard video maker деп тұрады. Соған кіреміз. Осылай шығады. Алғашқы 7 күн тегін, одан кейін ақылы болады. Free trial'ды басамыз. Мұнда, яғни жаңағы тегін түрін таңдадым мен. Енді ат жөніңізді жазасыз. Мұнда пароль ойлап табасыз өзіңіз. Бас әріппен болу керек пароль, сандар болу керек, цифр болу керек. Соның барлығын жасап, одан кейін мынаны басасыздар. Содан кейін сіздерге Donald деп шығады. Менде бұның барлығы жасалғандықтан қазір көрсете алмай отырмын. Donald деген сөз шығады. Егер түсініксіз болса, менің WhatsApp номерімді білесіздер, немесе Instagramға жазсаңыздар болады. Сосын Donald'ды скачать етесіздер, барлығында келісім бересіздер, яғни next дегенді басып келісім бересіздер. Сосын сіздерге загрузкада немесе сақтап алу үшін сіздерге көрсетеді, қай жерде сақтайсыз деп. Мен мысалы неде сақтадым? Рабочий столда. Яғни сол рабочий столға шығады сіздерге. Міне, осылай кіресіздер оған. Кіргенде бәрі ағылшынша тұрады. Бірінші жасау үшін бізге осы батырманы басу керек. Create a new scribe. Міне кірдік. Енді мысалы біз текст жазу үшін мына батырманы басамыз. Егер сурет қоюларыңыз келсе, мына батырманы басасыздар. Ал егер музыка қосу үшін мына батырма, аудио жазу үшін мына батырманы басасыздар. Енді қолмен мен сіздерге қалай жазылатынын көрсетейін. Мына батырманы басамыз 5 саусақты. Сіздерге мұнда түрлі қолдар беріледі. Ручка, қол барлығы беріледі. Оң қол, сол қол, ер адамның қолы, карандаш, ручка барлығы беріледі. Міне маркер. Мысалы мен мына ар жақта басқа неше түрлісі бар. Мен мысалы біреуін таңдап көрсетейін сіздерге. Мысалы мен мына жерден мына біреуін таңдап алайын. Міне күту керек. Көрсетеді сіздерге осылай жазылады деп. Келісемін. Енді мына текст деген батырмаға кіреміз. Мұнда өзіміздің қалаған бір текстімізді жазамыз. Міне әріптестер, мен осылай жаздым. Енді бұл жерде шрифті өзгерте аласыздар, түсін де өзгерте аласыздар. Осылай барлығын қоршап аламын, ортаға қоямын. Түсін өзгерткілеріңіз келсе, мынаны басасыздар. Маған бұл жерде қара түс ұнайды. Мына жерден шрифті өзгерте аласыздар. Ары қарай. Міне шықты. Енді бұны кішірейту үшін қазір көрсетемін, қалай кішірейту керек екен. Мұнан ұшын ұстап тұрып, былай қарай кішкене жылжытамыз. Бізде кішірейді. Ортаға қоямыз. Егер әріптестер, сіздер сурет қоятын болсаңыздар, онда қазір көрсетемін, ол үшін не істеу керек екен. Мен мына жерде кішкене төменге түсіргім келіп тұр. Төменге түсіру үшін мен мына батырманы басамын. Осыны басамын. Енді міне дайын. Енді сурет қойып көрейік. Міне мына батырма изображениеға кіремін. Күтеміз. Міне әріптестер, осылай шығады экранға. Мына батырманы бассаңызда, сіздер басқа да түрлерін таңдап ала аласыздар. Мысалы, технология деген кіріп көрейік. Технология. Міне неше түрлісі бар. Компьютер, планшет, басқа да түрлерін қолдана аласыздар.
Мысалы мына батырманы бассаңыздар, іздеу, интернеттен іздеу, яғни мысалы интернеттен іздеу үшін мына батырманы басасыздар, Google деген сөздің астындағы. Сосын сіздерге осылай Google-ға кіреді. Осы жерге өзіңіздің жаңағы керек суретіңіздің атын жазасыз, бірақ ағылшын тілінде жазуыңыз керек. Және бұл үшіншісі, яғни өзіңіздің мына батырма компьютерлеріңізде бар суреттерді көрсетеді. Ол үшін мынау батырманы басып, қалаған суретіңізді ала аласыз. Мысалы, рабочий столға қойдыңыз ба, немесе загрузкаға қойдыңыз ба, сол жерден ала аласыз. Мен қазір мына суретті алғым келіп тұр. Алдында қолдандым осы суретті, планшет яғни. Осыны аламын, сосын былай жылжытып аламын, үлкейтіп. Енді мынаны бетіне шығару үшін планшеттің мына батырманы басамыз, басып тұрып жылжытамыз. Міне көрдіңіздер ме, осының ішіне ене алады енді. Енді қайтадан кішірейтеміз. Кішірейтіп астыға төменге қарай жылжытамыз. Бұлай үлкейтуіңізге де болады кішкене, осылай. Сосын мынау жазуды несін жаңағы шрифтін үлкейтіп істеуіңізге болады. Маған ыңғайсыз болып тұр, мышка істемей тұрғандықтан. Оның үстіне өзім түсіріп отырмын видеоны. Кішкене ыңғайсыз болып тұр, кішкене емес, қатты ыңғайсыз болып тұр. Бұлай басып көрсете берейін. Мынаны үлкейтеміз. Міне. Енді егер түсін өзгерткілеріңіз келсе, немесе жаңағы шрифт өзгерткілеріңіз келсе, үстіне кірет басасыздар, сонда кіреді. Edit текст. Кішкене қара түсті қылып қояйын көріну үшін. Біреуін таңдап аламыз. Әдемі екен мына шрифті. Бірақ маған қанық түсті керек болып тұр. Міне шрифті өзгерттім. Енді бір тағы сурет қосқым келіп тұр. Ол үшін мына жерге басамын. People деген таңдаймын. Неше түрлі сізге суреттер беріледі. Осының ішінен маған мұғалімнің суреті керек. Таңдап аламыз. Міне әріптестер, мен осындай суреттер қойдым. Біреуін компьютермен алдым, екіншісін осы программадан алдым мына кітаптарды. Енді мұнда сіз өлең қоюға болады. Сіздерге мысалы мынаны таңдайсыздар да. Мысалы dance. Қалаған бір өлеңіңізді қоса аласыз. Тыңдап аласыз алдын. Түсінікті, иә? Маған керек емес, мұнда аудио жазуға болады. Мысалы жазып көрейік. Қазір 2-1. Армысыздар, құрметті қонақтар. Біздің мектепке қош келдіңіздер. Сіздердің назарларыңызда бүгінгі семинардың тақырыбы мұндай деп осы видеоға сай айтуларыңыз қажет. Не кітаптың суретін салып жатыр. Одан кейін сөздер жазылады. Сәлеметсіздер ме? Семинарға қош келдіңіздер. Енді біздің суретіміз шығады қазір. Біздің сурет. Енді қазір бұл загрузка жасалуы керек. Міне осы аудионы тыңдауға болады. Армысыздар, құрметті қонақтар. Біздің мектепке керек емес болса, удалить тастай саламыз. Удалить ету. Маған керек емес. Сіздерге түсінікті болу үшін
көрсетіп жатқаным ғой. Енді осы видеоны қалай көреміз біз? Мына батырманы басамыз. Міне видео осылай шығады. Бұл қолмен салып жатқан жаңағы мына суреттерді, жазуларды тезірек қылуларыңызға болады. Ол үшін қалай істеу керек, қазір көрсетемін. Одан кейін жазуымыз кетеді. Енді шығып, жаңағы тез жазуды көрсетейін. Ең бірінші неден бастайық? Планшеттен. Ол үшін міне мынаны басамыз планшеттің үстін. Содан кейін мына стрелканы басамыз. Қазір. Міне мына стрелканың үстін қатты бассаңыздар шығады. Сосын мынаны азайтамыз. Минусты басамыз. Минус 2-ге қоямын. 2-ге қойдым. Мынау тұрады. Мынау тұра берсін. Келесі кітаптың суреті. Бірінші мынадан бастаймыз. Азайтамыз минус 8-ді. 5 секунд. 5 секунд көрсетеді кітаптың салынуын. Енді жазуымыз 20 секунд екен. Кішкене азайтайық. 10 секунд қылдық. Енді мұны суретіміз азайтайық дағы. Болды. Ең бірінші планшет салынады бізде, одан кейін кітап екен. Біз былай істейік, бірінші планшет, одан кейін мұғалім. Ол үшін былай жылжытуымыз керек. Одан кейін жазу. Одан кейін кітабымыз. Болды, енді көрейік. Тез жазылып жатыр, көріп тұрсыздар ма әріптестер? Қайтадан көрейік. Міне әріптестер, өте оңай жасалу жолы. Егер түсінбеген тұстарыңыз болып жатса, онда WhatsApp-қа немесе Instagram-ға жазыңыздар. Енді осы дүниені сақтап алу үшін мына батырманы басамыз. Сақтау. Келісемін. Міне әріптестер, енді жұмыс қайда сақталады, соны көрсетейін. Яғни біздің жұмысымыз осы столдың үстінде. Міне Untilite деп жазылыптыр, осыған кіреміз. Міне біздің жұмыс. Міне бұл жерде астында видеоскрайп деп жазылыптыр, көріп тұрғандарыңыздай. Ол жаңағы ақшасын төлеген кезде бұлар көрінбей тұрады. Астындағы міне видеоскрайп деген. 7 күн ғана бесплатно болғандықтан, яғни 7 жұмыс жасауға ғана беріледі мүмкіндік. Одан кейін ақылы түрде. Ол кезде уже мынау видеоскрайп деген көрінбейтін болады. Міне әріптестер, осылай қолмен жазылатын анимация жасалады. Сіздермен болған Дара KZ. Менің каналымда білесіздер, білім жолына қатысты қызықты видеолар бар. Соның ішінде әдіс тәсіл, сабақтар, заманауи интернет ресурстар. Міне алдындағы біз Word2Wall деген программаны салған болатынбыз. Сол жерде көрулеріңізге болады сабақтың қалай қызықты өткізуге болатындығы, тиімді бір жолы сабақты қызықты өткізудің. Енді қазір осы видеоскрайп деген программаны, анимациялық программаны көрулеріңізге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Мені қолдауды ұмытпаңыздар.